Міржақып Долатов. Бақытсыз жамал. Қазақтан шыққан талапкер, бұл кітапты қарап көр. Таратуға халыққа оқып, боларсыздар себепкер. Дазая. 1910 жыл. Сөз басы. Мир Якуб төмендердің аласасы, сөзімнің бар ма жоқ па тамашасы. Жылтырап тесік моншақ жерде қалмас, қазақша бір роман жаза салшы. 300-ге біздің қазақ бөлінеді, осылай шежіреден көрінеді. Саны көп, сапасы жоқ хаммәдән бос, ғылымға мойын сынбай ерінеді. Шет шығып Сахарадан баспас қадам, болады бүйтіп жүріп қашан адам. Бейхабар ғаламдағы хикматтан, тұтқындай қапастағы күні қараң. Болмайды кемшіліксіз бір халық, бәрінен кейін қалған қазақ анық. Басқа жұрт біз секілді жалқау емес, ғылыммен қараңғыны етер жарық. Шығып жүр, әр халықтың талаптысы, болмай ма талаптанған әлақ кісі. Қазақта жазылмайтын бір ауру бар, келмейді мінін айтсаң жаратқысы. Кеудесін мырза десең көтереді, бардаяқ құрт ауруы жөтеледі. Шегінер халық пайдасы деген іске, деп айтшы, осы сөзді бекер еді. Оқуға емес, жұрттың бәрі құмар, оқығаны романды не де бұғар. Демеймін жалпақ жұрттың бәрі кешше, мағынасын түсінетін бар да шығар. Сонда да жұрттың бәрі біле бермес, сөз болар жақсы жаман бәрі кекес. Мақсаты романның халық түзетпек, жазылған еріккеннен ертек емес. Жамалдың жайын жаздық бұл кітапта, бақытсыз бір қыз екен осы шақта. Біреуге хас нәрсе емес һәм болғаныз, жайылған бұл бір ғұрып хар қазақта. Айырсын оқушылар мағынасын, жайғаны хикая деп қарамасын. Көргенгім шариғаттан деген сөзді, қор етіп әйел халқын аямасын. Сатады қызды қазақ мал орнына, алмайды халал жұпты жар орнына. Әйелді хайуанға қисап етіп, тұтады өзін ерлер хан орнына. Байқашы, өзің отчет беріп, бақытсыз жамал қызды оқып көріп, қазақтың әр жерінде бар емес пе? Хисаплап, уақиғаны көрсең теріп. Бұл сөзді оқып көрер қолын алған, иншалла, хақиқат дүр емес жалған. Тыйылып мыңнан бірі қиянаттан, көрсекен ғайыбләрін әр кім қылған. Қазақша роман жоқ басылған көп, бұл күнде халық ішінде шашылған көп. Кәдәри хал білгенімше мен де жаздым, тілеймін болсы екен деп асырған көп. Өткен қыс шаруаға жеңіл болғандықтан мал күйлі, бие ішті болып, көктал қыстаған Құрман деген атаның ауылы жылдағыдан жайлауға ерте шығып еді. Екі ауылына елдің жайлауы Саумал көлге жағалай ауылдар қонып, былтырғы жұрттарына үй тігіп, көп замай бие де байлады. Қыстай бір-біріне араласпаған ағайындар сағынысып, қашаннан астас, тойлас болған ғадеттерінше бір ауылды бір ауыл ерулікке шақыра бастады. Бозбалалар аралап қымыз ішеміз деп болып, тәуір киімдерін киіп, жақсаттарын мініп, қызды ауылды қырындап жүрулері көрініп, балалар да асау тайларын үйретпекке еді. Бір күні түс кезінде көлдің жел жағынан шаңдатып, шауып келе жатқан бір орыс, бір қазақ көрінді. Балалар қашып үйге тығылып, үлкендер бұл екеуі қайда тоқтар екен деп тұрғанда, барды да Бекжан деген ауылнайдың үйіне түсті. Жарты сағат болмай-ақ сол жайлаудағы елге ерте осы жерге крестьянский начальник келеді деп мағлұм болды. Әлгі екеуі бірі стражник, бірі поштабай екен. Төренің алдынан үй тіктіріп, лау байлатып, қой сойдыруға шыққан. Ол түні ауылнай, выборнайлар ұйықтамастан қызметінде болып, таңертең ауылдан оқшауырақ жерде тігіліп қалған бірақ үй, бір қоңыр үй көрінді. Сәске кезінде қоңыраулатып пәуескемен төреде көрінді. Алдынан артынан етектері далайып, жалпылдап шапқан қазақтармен даярлаған үйге келіп тоқтағанда, мойындарына шынжырлы знак таққан ауылнай, билер неше мәрте шұлғып, қошаметпен тақсырлап үйге кіргізді. Сол арада жұмысы бар, жоқ болса да тамашаға 100-дей кісі жиналып қалған еді. Халықтың қазіргі әңгімесі, начальник не жұмысқа келді екен? Бәлки биылғы сатып алдының арызы шығып қалған болар мекен десті. Бағзылары жоқ, оның үшін неге келсін?
Мәмбеттің болыстығын өзіне әперуге келген шығар деп, әрқайсысы өз ойындағысын айтып, даланы бастарына көтеріп гүрілдесіп отырғанда, маңдайынан тер шығып, бөркін қолына ұстап үйден Бекжан шықты. Жұрт бұған қарап, қалай ауылнай, төре қызметке разы ма, не жұмыспен келген екен деп сұраған соң, ауылнай айтты. Әлхамдулилля, өзімді бек мақтап, қолымнан қайта-қайта спасибо деп ұстады. Шыққан жұмысы бұл жерде емес, Қарасу станциясындағы Хохол қаласына барады екен. Мұнда қонақ болып тынығып кешке жөнеледі. Өзі бек рақымды кісі көрінеді. Шаруа қалай, ел арасы тыныш па деп хаммасын сұрады. Анау күнгі Көтібайдың мені боқтағанын айтқаным жоқ. Оны айтқанда бәлеме болатын еді. Не қылайын? Хасеннің көңіліне қарадым. Және де төренің бір жат хабары сол, қазақтан солдат алынбайды. Бірақ мұжықтар секілді қала болам десең, 15 десятина жер беріледі деді. Егін салыңдар, школ ашыңдар, ұлықтарыңды сыйлап, бұйрықтарын орнына келтіріңдер деп насихат айтты. Бекжан начальниктен тағы естігенін сөйлей бастағанда, әлгі топтанып отырған халыққа бір жігіт шауып келіп, «Сүйінші, Сәрсеке, Шолпан жеңге аман есен босанып, тақия тігіп беретін тапты» деді. Сол уақытта жастар Сәрсеке деп, үлкендер Сәрсенбай қуаныш қайырлы болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін. Әйел бала демеңіз десті. Сәрсенбай, жоқ, олай демеңіздер. Мен қайбір ұлғыз таңдайын деп жүрген кісі деп, орнынан тұрып атына мініп үйіне қайтты. Оқушылар, хикаямыздағы оқиғалар жоғарда айтылмыш Сәрсенбайдың үй ішіндегі кісілерден басталғаны себепті анық аңлатпақ үшін Сәрсенбайдың кім екендігін һәм қандай кісі екендігін жазамын. Сәрсенбай еш бір ғылым оқымаған момын, мал баққан кісі еді. Атасынан артық дәулет қалмаса да, берірек келген соң малы да жақсы болып, жылқысы 100-ден асып, 200-300 деп қой да бітіп, қатардағы малды үйінің біріне қосылып еді. Бірақ мал жағынан көңілі хош болса да, Сәрсенбайдың жамағаты қалампыр ғұмырында бала көтермей. Бұл екеу балаға мұқтаж еді. Сәрсенбай бағзы уақытта өзде һәм жаны ашитын жақындарының сөзімен де бала үшін бір тоқал алуды ойласа да, қалампырдан аса алмай әні-міне деп жүруші еді. Бір күні бір мәжілісте отырған уақытта бір құрдасының қымыз ішіп, қызып отырып әзілмен болса да, шынымен болса да сөз арасында, «Әй, Қубас, сонша малда айдап жүріп, дұрыстап зекет бермейсің, қажыға бармайсың, кім үшін жинап жүрсің?» Ақырында қалампырдан қорқып, тоқал алмадың деген сөзін естіп, ол күні үйіне бек мұңайып келіп, қатынымен сөйлеспестен жатып қалып еді. Ертеңіне ауылындағы бір-екі ағайындарын шақырып алып, «Міне, мен сіздерді шақырғаным, үмітсіз шайтан деген мал бітпес жігіт болмас, құрарына қара, ұлт таппас қатыным болмас, тұрарына қара» деп, бұл уақытқа шейін сабыр етіп едім. Енді мен болсам 40-тың екеуіне келдім. Қалампырда биыл 33-те қатыным. Пайғамбардың сүннәті ғой, сен де рұқсат бер, ағайыным. Сіздер осы жұмысты қолға алыңдар. Мәні біраз қанағат бар ғой. Мен енді бел байладым деп ақырғы сөзін мағлұм етті. Қалампыр қанша ұнатпаған болса да, бұл сапарда Сәрсенбай да һәм басқалар да бір ауызды болып сол жерде ақ уағда қылғанын көріп, іші суып, енді сөйлегенімен қолдан еш нәрсе келмесін біліп, «Не қылсаңдар да ықтияр. Әуелінде де мен тоқал алма деген жерім жоқ. Маған несін айтасыңдар» деп, түсі бұзылып, үйден шығып кетті. Мұнан кейін көп уақыт өткізбей, Сәрсенбай бір қыз айттырды. Өздеріне 40 шақырым жерде Сейсболат деген елде Жарас деген молланың бір ұл бір қызы бар екен. Молла опат болған соң, қатының бір жақын кедей әмеңгер алып, әлгі 2 жетім бала соның қолына шыққан еді. Сәрсенбайдың айттырғаны осы молланың қызы Шолпан еді. Шолпанның жасы 14-ке жетіп тұрған соң, Сәрсенбай малын түгел беріп, келер жылында да алып қойды. Марқұм Жарас молла тірі уақытында Шолпанды өзі оқытып, Құраннан 2 шығып, азырақ хат та танып қалған еді. Қалампыр әр уақыт Шолпанды күндестікпен, сөзімен де, қолымен де ренжітіп жүрді. Шолпан 17 жасқа келгенде, манағы Сәрсенбайдан топ ішінде сүйінші сұраған қыз бала тауып, Сәрсенбай 45-ке келгенде ғұмырында көрген баласы осы еді. Сәрсенбай зор қуанышта болып, шілдеханаға қанша қыз бозбала жиып, ойын ойнап, қыз бала демей, көлбасын шақырып той қылып, баланың есімін Жамал қойып еді. Жамал сағынып көрген баланың алды болған соң, атанасы қолдан келгенше әлпештеп өсіріп, жасы 9-ға жетті. Жамалды еркек балаша киіндіріп жүрген соң, білмеген кісі қыз деп ойламаушы еді.
Қыз деп айтқан адамдарға ашуланып та қалған күндері болды. Бір күні Сәрсенбайдың үйіне ескі жолмен оқыған, дүниеде білмеген нәрселерім жоқ деп дұға қылушы бір шала, надан молда келіп қонды. Молда тысқа шықпақшы болғанда, Сәрсенбай: «Жамалжан, тұр, молданың кебісін сал, құманы алып шық» деп жұмсағаннан кейін, молда тыстан келіп отырып: «Бай, осы сіздің мырзаңыздың есімі қалай? Қыздың атын қойғансыз ба?» деді. Жамалды ер бала деп отыр екен. Сәрсенбай азырақ тоқтап тұрды да күлімсіреп: «Тақсыр, мұның мәнісі бар. Біз бастан кем кісі. Айымыз да күніміз де осы Жамал болған соң, өзімізді өзіміз алдап жүрміз» деді. Молда бұл сөзге түсініп, біраз ойланып отырды да: «Сәрсеке, көңілге солай екені дұрыс та ғой. Ләкинде шариғатта балаға тұдым қою дұрыс емес, және де бай қызы 9 жаста балиғ болады. Соның үшін намаз үйретіп, оқытып, шашында қойыңыз. Сіздің мұныңыз Алла тағаланың бұйрығына көнбеген секілді болады. Олай болғанда зор күнә табасыз. Бірақ оқытқанда хат жазып кетерліктей де оқытпаңыз. Хұсуса жәдид молдалардан оқытпаңыз. Не үшін десеңіз, олар әуелі дін, иман білгізіп, намаз оқытпай, иман шарт, бәдуәм, әптиек, әйжітіктерді былай қойып, орыстарша «А-Б-Т» деп орыстың ісін қуаттап, балаңды бұзат» деді. Сәрсенбай өзі надан, молданың өкшесі қисық деген кісі де күнәлі болады деп жүрген кісілердің бірі болғандықтан, тек молда есімін көтерген кісі болып, біліп білмей айтса да, мынау шариғат деген сөзге көз жұмып нанушы еді. Сол себепті Алла тағаланың әмірі ғой. Бұл молданың шариғатты дұрыс екен деп, Жамалды қызша киіндіріп, шашын жіберіп, оқытуға да разы болды. Анасы өзі азырақ та болса оқып, ғылым қадірін білген соң, бұл сөзге қарсы тұрмады. Сәрсенбайдың үлкен қатыны Жамалды жан тәнімен жақсы көргенсіп, тоқалдан туған қызды іші жек көріп тұрса да: «Ойбай молдеке, ол не дегеніңіз? Жамал қарағым тым болмаса 15-ке келсін, сонда шаш қоярмыз» деп өршеленген болды. Мұнан кейін кешікпей қызша киіндіріп, шашын өсіріп, бұрынғыда ер бала деп көңілдерін жұбатқанды қойды. Манағы молданың насихаты есінде жүріп, бір күні Сәрсенбай қатындармен ақылдасты. Ахметжанның молдасынан оқытуға 2 шақырым жерге Жамал барып келіп жүре алмайды. Онан да бір жастау молда жалдап алсақ қайтеді? Жамалдың себебімен ауылдың балалары да оқыр, өзіміз малдың зекетін берерміз, ақысын ауылмен бірдей көрерміз деді. Бұған қатындары да һәм солай деп айтқан соң, ауылы да разы болды. 1-2 айдан соң жазғы тұрым уақыт ет, бір күні ауылға бір шәкірт келіпті. Молдалыққа тұрады екен дегенді естіп, Сәрсенбай соған сөйлесуге келді. Уфа медреселерінің бірінен оқыған шәкірт екен. Қазақ ішінде қымыз ішіп, күзгі тәхсилге қаражат жинап алу үшін мұғалімдікке шыққан Ғазиз есімді ноғай жігіт, жасы 22-лерде ашық пікірлі, үсіл тағылымынан жақсы ғана хабары бар еді. 2 жылдай қазақ ішіне шығып, қазақтың сырын білгендіктен және де Сәрсенбайдың пікірін аңғарып сөйлескен уақытында өзін шіп-шикі ескі жолмен оқыған хадимі етіп көрсетті. Себебі ол: «Аз уақытта мен бұларды түзей алмаспын. Онан да бұларға халиаф келмей, өйтіп-бүйтіп қаражат жинап алайын» деп ойлады. Сәрсенбай шәкіртке айтты: «Өзіміз бір ауылда 7-8 үйміз. 5 айға 25 сом ақша береміз. Сөзді ашып айтқан жақсы. Мен өз басым малымның кірім беремін. Басқалар өзі біледі. Ал кемпір-мемпір құлап қалса өз талайыңнан» деп күлді. Сол үйде осы ауылдың өз молдасы да отыр еді. Соған қалжыңдап анау жерде отырған бір жігіт сөйледі: «Біздің қасия молдадай қандық ақпан болса, бұл молдада теріс болмас. Біздің молда Торқа бәйбіше мен Жаппардың баласы өлгеннен бері дәндеп, күнді біріп келе жатқан кісі болса, намазға шақыра жүрме деп қарап тұратын болды» деп үйде отырғандарды да ду күлдірді. Біраз сөйлескеннен кейін Сәрсенбай шәкіртпен келісіп үйіне алып қайтты. Уәделері бойынша мұғалімі Хаман Сәрсенбайдың үйінде тұратын болып, Сәрсенбаймен бірге еріп келіп, бір үлкен боз үйге кірді. Сол минутта ауылдың адамдары жиналып, Қалампыр бәйбіше сабадан қымыз құя бастап, Сәрсенбай да Жамалға: «Тұр қарағым, молдекеңе мал әкел» деп әмір етті. Жамал атасына бір қарап тысқа шығып еді, соңынан кешікпей Сәрсенбай да шығып, Жамалға ақырын сыбырлап айтты: «Анау күнгі жанбасы құрттап жүрген көк қозын әкел. Үйге кіргізерде кескегін алып таста, ұқтың ба?» деді. Жамал да: «Ұқтым» деп жүгіріп кетіп, жарты сағат болмай айтылмыш қозы бата қылынып сойылды. Жиылып отырған кісілер мұғаліммен кеңесе бастап, үйдің жабығынан қыз қатындар сығаласып тұр еді.
Бір қатын, өзі қалай, орыс секілді ғой деп, екінші қатын, ой, осы ноғайлардың шүлдірлеген тілі құрысын-ай деп, үшіншілері бір бой жеткен қызға қарап, ұрғашыға сүйкімді жігіт екен деп, қалжыңдасып тұрды. Үйдегілер де уақытты босқа өткізбей, алды 5 аяқ, арты 2 аяқ қымыз ішіп, молда, қайда оқыдың? Дәрісің не? Қай қаланыкісің? Затыңыз ноғай ма, башқұрт па? Неше жасқа келдің? Атаң бар ма? Бұрын қазақ ішіне шығып бедіңіз, жамағат бар ма деп, үсті-үстіне керекті керексіз сөздерді сұрап, мұғалімнің басын қатыра бастады. Әлхасыл осы секілді мәжіліспен отырып, сойылған малдың етін жеп халық тарады. Екінші күні мұғалімге бір қос тігіп беріп, 10 шақты шәкірт жиналып, оқу басталды. Бұл шәкірттердің бір-екеуі болмаса, басқалары бұрын ешбірі қарып оқымаған еді. Мұғалім қанша ұсул жадид тәртібіне оқытпақшы болып ойласа да, бала иелері, молда, балаларға иман, намаз үйрет, бұрынғы молдалардың оқытқан кітабын оқыт, біздің балаларға сол жетеді, басқалардың керегі жоқ деген соң, лажсыз олардың тілегенін оқытты. Бұрынғы оқымаған балалардың ішінде ең зейіндісі Жамал болып шықты. Жамал осы майда 9-ға толып 10-ға қарап еді. Бір ай өткеннен кейін мұғалім Жамалдың зейініне қызығып, Шолпанға айтты. Жамалды ұсыл жадидке оқыта бастасам, аз уақытта хат жазып кетер еді, бірақ бай ұнатпайды ғой деп. Шолпан тұрып, молдеке, біздің отағасының сөзін не қыласыз? Ақырын оңашада жасырып, хат жаздырып үйрете беріңіз деді. Мұғалім бұл жауапқа бек қуанып, сол күннен былай шәкірттер тарап кеткен соң, Жамалға күнде 1-2 сағат хат жаздырып үйрететін болды. 3,5 айда Жамал мұғалімнің ыждағаты, өзінің өткір зейіні саясында хат танып жазарлықтай болды. Мұғалім әпенді сол жолмен 5 ай оқытқанда Жамал бек ғайбат болып, түрлі кітаптарды оқитығын болып қалған еді. Сентябрьдің ақырында мұғалім Уфаға қайтып, Жамал да оқуын тоқтатты. Мұғалім Сәрсенбайдың үйінде тұрған уақытта Шолпан бір ұл перзент тауып, сол себепті аяғы құтты болды деп, мұғалімді Сәрсенбай жақсы қаражатпен қайтарды. Сәрсенбай жаңа туған баласының есімін осы молдадай жігіт болып, өзі де молда болсын деп ғазиз қойды. Мұғалім қайтып кеткен соң Сәрсенбай енді бір молда ұстаймын деп, ертең бүгінімен жүргенде қыста болып қалып, және де әркімнің енді жарар, Жамалды оқытпай-ақ қой, 12 пәнді түгел білсе де, әйел бала дәріс айтып, елге бас болмас деген сөзіне Сәрсенбай айналып, тіпті молда ұстамай қойды. Ауылындағы басқалары һәр қайсысының дәулеті шағын болғандықтан шамасы келмейтін болды. Жамалдың ғұмырындағы оқу осы 5 айлық қана болып, хат жазарлықтан әрі аспай тоқтады. Мұғалім кеткеннен кейін Жамал хәммем қисса оқитын болып, атасы да тыңдаудан жалықпаушы еді. Үйге бір қонақ келіп қонса да, Жамалжан, қонағыңа қызмет ет, қисса оқы. Салың қайда, қыз жібегің қайда деп куә болып отырушы еді. Жамал да ерінбей қиссаларды басынан аяғына шейін оқып тастаушы еді. Жамалдың оқымаған қазақ қиссасы бек аз еді. Ел аралаған мелішші саудагерде нендей жаңа қисса болса, атасы оған шығынсынбай алып беруші еді. Жамалдық бір кішкене сандығын ашып қараған кісі сал, қыз жібек, зарқұм, қисса уақиға көр бала, Біржансал мен Сарағыздың айтысқаны, Ноғай мен Қазақтың айтысқаны, Ақ сұлу, Айман Шолпан, Боз жігіт, Шәкір Шәкірат, Ақ молда, Нұржан, Әбубәкір молданың өлеңдері һәм басқа сол секілді кітаптарды көрер еді. Хәтте Жамал сол қиссалардың бағзы бір өлеңдерін жатқа да біліп, бір ойынға бара қалса, Жамал өлең айт дегенде тартынбай айтып салушы еді. Осындай қиссаларды оқумен һәм ел ішіндегі айтып жүрген қыз бозбалалардың өлеңдерін жазып алумен, молдадан оқып жүрмесе де, жазуын күннен күнге дұрыстап бара жатты. Жамалдың осындай зеріктігі ауызға ілініп, 10 жасына жеткен уақытында әркімдер Сәрсенбай үйінде бір жақсы бала бар деп айттыруға қызыға бастап, және де Жамалдың анасы ақылды, көркем қатын болғанға, анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш деген мақалды да еске тұтып сөйлеуші еді. Бір күні биағатар уақытта ауылдың сыртындағы бір төбешікте құпия сөйлесіп іш күсі отыр еді. Оның бірі Мағлұм Сәрсенбай, екеуі сол елдегі атқа мініп жүрген, ел арасы тыныш болғаннан даулы, сөзді болғанын артық көретін пысықшалау адамдар еді. Әлгі екеуі Сәрсенбайға қарап, Сәрсеке,
Бұл заманның өзі қорыққанды сыйлайтұғын заман болды. Азырақ дәреже біткен кісі бай қара кісіні кісілікке алудан кетіп барады. Сол себепті біздің сізге айтқалы келген сөзіміз: Алла тағала сізге біреуден артық, біреуден кем дәулет беріп, екінші мынау бір жаман немеңіз бар. Бұл жаман екі айналып келмес. Бір күндерде малың шағын болып, басқа да зар болдыңыз. Қубас деген сөзді естіген күніңіз болды. Енді тәуекел деп атыңызды бір шығарып қалсаңыз қайтер екен? Мені сайлауға да 3 ай қалды. Көп болса 300 теңге шығар. Сіз мақұл көрсеңіз, біз өзімізге қараған құрман болып, билікке сайлағымыз келеді. Халық сөзді бір сапарға қалай тастап кете қояр екен деп ойлаймын. Өзіміздің Нұрпейіс би ризалығымен берсе, жолын алар. Болмаса тәуекел деп, тарға түсерміз деп, неше түрлі тәтті сөздермен құбылтып, Сәрсенбайды азғыра бастады. Сәрсенбай қанша момын адам болса да, сөзге бұрылмайтын пенде бола ма? Дәулетке қызығып, біраздан соң өздерің біліңдер деп жауап қайтарды. Бұл мәжілістер бір мәрте болмай, бірнеше күндер ақылға салынып, ақырында Сәрсенбай билікке таласпақшы болды. Сайлау жетті. Сәрсенбай әркімге жомарттанып, ат майын бере бастап, сойысы да артылды. Сан ақшадан 400 теңге жұмсалып, шарға түскен уақытта Нұрпейіске 19 шар, Сәрсенбайға 14 шар шығып, біздің жаңа талап босқа қалды. Бұл істің бұлайша сағат болмауы да сол елде жұртқа қадірлі және де болыспен құда Байжан деген кісі еді. Шарсалардың алдында Байжан выборнойларға: сіздер шарларыңды Нұрпейіске салыңдар. Жаңа байған бір құрманның болғанынан алашқа сөйлескенде намыс жібермейтін, елдің белін сындырмайтын Нұрпейіс артық емес пе деп айтып отырған сол сағатында Сәрсенбайға біреу келіп жеткізіп еді. Сәрсенбай салы суға кеткен кісідей болып үйіне қайтты. Көп расход шықты. Ол жеп жайына, қыз жеп байына кетті. Қасындағы әуелге тыныш жатқан Сәрсенбайды билікке таласуға қыздырған достары: қап бәлем, келер сайлау болсын деп қайрат берген болды. Осылайша сайлау тарқап 5-6 ай өтті. Бағзы уақыттарда сайлау еске түсіп, шығындарын һәм намысын ойлағанда, Сәрсенбай іші күйіп, хатты енді сондағыдан 2 есе шығындалсам да, дегеніме бір жетсем, арманым қалмас еді деген секілді пікірге де келіп қоюшы еді. Жоғарда айтып өткен Байжанның 17 жастарға келген Жұман дейтін бір таз һәм ақылсыз баласы бар еді. Сол елде 2-3 Жұман есінде жігіттер болғанға, бірін Сары Жұман, бірі Тапал Жұман, Байжанның баласын Таз Жұман деуші еді. Ата даңқымен қыз өтет, мата даңқымен бөз өтет деп, Байжан өзі тәуір болған соң, қол жетіп тұрған заманда бір бай жерден Жұманға жақсы қыз айттыруға ойы бар еді. Бір күндерде Байжан мәжіліс арасында Жұманға құда болатын лайықты жер білгендерің бар ма деп сұрап отырғанда, біреу тұрып: биылғы Нұрпейістен билікке таласатын Сәрсенбайдың бір жақсы баласы бар. Шешесі тәуір кісі, Жарас молданың қызы. Өзі оқыған бала. Қазірде 10-11-ге келсе керек деді. Олай болса бұл ескертетін жер екен деп Байжан ішінен ойлап қойды. Көп замай Байжан Сәрсенбайға құдай қосса құда болайық деп бір кісі жіберді. Бұл хабарды естігеннен соң Сәрсенбай үй ішіне ақылдасып көріп еді, үлкен қатыны ұнатып, Жамалдың анасы Шолпан ұнатпады. Сөйтсе де өткен сайлаудағы Байжанның Нұрпейіске болысып, өзін құр тастағанын ойлап, Сәрсенбай құдалық себебімен келесі сайлауда би болмаспын бекен деген ойға кіріп, өзін билікке таластырған достарына ақылдасты. Бұлар естіген жерден: құдай берді, әйді, қайырлы болсын, құда болыңыз, қызды қырғызға да береді. Байжанның баласын жұрт пәлен түкөн десе де, асылдың тұқымы ғой, әлі-ақ өскен соң түзеліп кетеді деп, өзі босап тұрған Сәрсенбайды құда қылуға айналдырды. Жалғыз-ақ Шолпан неше күндей көнбей, Жамалды өзінің теңіне береміз, Байжанның баласы жаман дейді, атасының байлығы не керек десе де, Сәрсенбайдың құлағына кірмеген соң, екі дүниеде де Жамалдың обалы саған болсын, би болмақ тұрсын, патша болатын болсаң да, Жамалды неғып сондай жаманға қиып бермекші боласың деп, көзінен жас төгіп, үйден шығып кетті. Ұрғашының шашы ұзын, ақылы қысқа деген осы деп, Сәрсенбай басқа сөз айтпай, ішінен мыңқылдап отырып қалды. Сәрсенбай бұрын Жамалды жақсы көріп, өзінің теңіне берем деп жүруінде хеш шүбә жоқ еді. Бұл сапарда сайлаудағы шыққан шығын, кеткен намыс һәм ілгердегі үміт хаммәсі қосылып, оның үстіне көлденең кісілердің сөзі де қамшы болып, не қылса да Байжан мен құда боламын деп жауап қайтарды. Бір айдан соң батасы 47-нің малы
200 теңге ақшаға келсіп, Байжан келіп құда түсті. Сүйіп болған құдасын Сәрсенбай кетке разы қылып қайтарды. Құда болғаннан кейін белгісіз бір заман өтіп, Жамал 15 жасқа келді. Сұлулық, ақыл, салтанат үшеуі бір-біріне муафиқ келіп, Жамал осы елдің қызының алды болды. Бұл айтылмыш артықшылығының үстіне Жамал сөзге бек ұста болып, өз ойынан шығарып өлеңде жазатын болды. Олай-бұлай қалжыңмен сөйлескен бозбаланы сөйлетпейтін еді. Ел ішінде тілді бозбалалардың көзі түсе бастап, шет елдерде де Сәрсенбайда бек көркем бір ақын қыз бар екен деген лақап жайыла бастады. Осы елде бір қыз ұзатқан той болып, кешке ойынға жұрт жиналып еді. 5-6 талапты бозбалалар жиналып, осы Жамал жасты болса өлеңге де, қара сөзге де бек пәле болып барады. Бүгін кешке бір өзіне өлең айтып, бетін қайтаралық деп, хаммасы ақылдасып, 3 ауыз өлең шығарып, өздерінің арасында бір пысықтау жігітке Жамалдың қасында отырып айтуға тапсырды. Бұлар Жамалдың күйеуінің жамандығын бетіне баспақ болып, өлеңдерін де сол мағынада шығарған еді. Түн болып, ойын басталып, манағы жігіт әуелгі планы бойынша өлеңін әбден жаттап алып, Жамалдың қасында отырды. Бір мезгілде бұл жігітке де өлең айт деп реті келгенде, баяғы 3 ауыз өлеңді Жамалға қарап, домбыра мен әнге салып қоя берді. Домбыра, қолыма ұстап бастым перне, нұр жауар деген сөз бар талаптерге. Жасымнан бай баласы бұлғақтаған, жаман қыз олай-пұлай маған теңбе. Білгенге ишара сөз жетер деген, білмеске сөз қор боп өтер деген. Есекке арғымақты қосақтасаң, өтпей ме ғұмыр зайғы, бекер деген. Алыстан ат терлетіп келдім тойға, жақсыменен сұхбаттаспақ болып ойда. Қуылген қыран бүркіт біз боламыз, теңгеріп жүрме құрбым тұрымтайға. Жамал бұл өлеңін мазмұнына түсініп, және де өзіне де бұл жігіттің ойынан өлең айтарлық өнері жолғы мағлұм болған соң, әуелі бір ауыз өлең айтайын, сонда не дер екен деп айтқаны. Сөзіңіз бек мүлайым ақын аға, өнерге жас күніңнен жақын аға. Беруге қалай жауап білмей тұрмын, түсіндір сөзіңіздің затын аға. Бұл тойда отырғандар енді Жамалдың мына сөзіне жігіт не айтар екен деп, тегіс тыңдап отырып, қаны сөйле мырза деген әр жерден дауыс шыға бастады. Әлгі жігіт өзінің бар жатқа үйренген 3 ауыз өлеңін бітіріп алып, Жамалдың мына сөзіне муафиқ жауап қайтара алмай ұялғаннан қызарып, манағы өлең үйреткен жігіттерге жалтақ-жалтақ қарай берді. Сол уақытта Жамал көкірегін кернеп, мына өлеңді айтты. Ағадан сөз қайтпады қарындасқа, жігіттен сіздей жауап табылмас па? Бітсегер өлең шіркін бойға қайнап, жауапқа сіздей ғазиз тартылмасты. Болған соң үйретінді бір-екі ауыз айтуға сізге ағатай ұнамасты. Есекпен арғымақты мысал қылып, әпендім білгеніңді бетке баспа. Пендесі хақ жаратқан емес бірдей, хан қара, бей төремен кәрі жаста. Намысы бөріктінің бір деген бар, білсеңіз сізге ұят, бұл рас па? Замандас жақсы сөзді табип деген, құрбыға бір себеппен бітсе хаста. Бір сырлы, 8 қырлы көрінесіз, тағы да білгеніңді айтып таста. Әр жерде құрбы ішінде Жамалдың осындай шешендігі көріне бастап жүргені секілді, бұл сапарда да халық Жамалды мақтап, екінші сара мұнан шықты, енді мұнымен айтысарлық бір жаңғайдан шығар екен деп тарасты. Жамал кәмелетке жеткен соң күйеуінің нашар екенін біліп, қатта бір тойда көрсе де керек, көңіліне күннен күнге уайым қайғы түсе бастады. Жамалдың бұл қасіреттерін көбейтуге себеп болған Жұманның жамандығынан құрбы арасында күлкі болған істер еді. Мысалы, Жұманды үйі қант, шай, ғайыры нәрселер әкелуге қалаға жібергенде, жолда терлерін алып сатарға сатып, 10 теңге алтын орнына алданып, бір тиын жаңа бақыр алып келу еді. Һәм елде бозбалалық қылмақшы болып бір қызы бар үйдің босағасында ұйықтап қалғандықтан, қыздың әкесі таңертең «Тұр балам, ұйқың қанған шығар» деп үйіне жіберу еді. Мұның хаммасын Жамал естіген еді. Атанасы зарыққанда көрген баласы екенін де ойлап, не себепті жаман күйеуге бергеніне қайран қалып жүреді. Өзі теңдес қыздардың күйеулерін салыстырып қарағанда, Жұманнан нашар жері жоқ еді. Басқа шетелдерден күйеуіне разы болмай, екінші жігітпен қашып кетіпті дегенде естігенде, ішінен ойлап, олар да мен секілді бейшаралар ғой деп аяушы еді. Олар секілді бір жігітпен көңіл қосып қашсам, пәленшенің қызы қашып кетті деген сөз болып, атамның сүйегін сындырғандай боламын. Разы болып Жұманға барсам,
ғұмырымша қор боламын ғой деп, қайсысын істеуге ақылы жетпей, бағзы уақыттарда түн бойы ойлаумен ұйықтамайда шығушы еді. Har уақыт осындай уайымда болған соң, Жамал жүдеп те кетті. Ата-анасы, қарағым, сен неге жүдеусің дегенде, жай, басым ауырады деп қоюшы еді. Жамал осындай уайымдарда болып жүргенде, бір күні Байжаннан Сәрсенбайға биыл баламды ұрын жіберем деп сәлем келді. Бұл хабарды естігеннен кейін Жамалдың қайғысы бұрынғыдан 3 есе артты деуге лайық болды. Жамал қанша ішінен қапаланса да, басқа бір кісіге айтуының ебін таба алмай, бір күні қолына қағаз бен қарындаш алып, тым болмаса көңілімдегі қасіретімнің 10-нан 1 бөлігі шықпас бекен деп, өз басындағы халіне біразырақ өлең жазып еді. Шешесі Жамалдың бір қағаз жазып отырып, қасына бір хат танитын кісі барса, жасыра қойып жүргенін көруші еді. Бұның жазып жүргені немене деп, Шолпан азырақ шүбәләніп, Жамалға білгізбей оңашада Жамалдың қалталарын ақтарып, онан еш нәрсе шықпаған соң, қағаз, кітап салатын сандықшасын қараса, бір кітаптың арасынан мынау өлең шықты. Манағы Жамалдың жазып жүргені сол екен. Алланың рахматына созамын қол, адасқа мен бір ғарып таба алмай жол. Ашылып біздің басқа түскен тұман, шаттықпен өткіз деймін тілегім сол. Сыртым сау, ішім түтін, қапалықта, бұл күнде көңілім жүдеу, қасіретім мол. Тереңге түсіп кетем, ұстар тал жоқ. Бір Алла, жалғыз өзің жәрдемші бол. Бақшада сайрап жүрген сандуғашем, кез болды мен сорлыға құрылған тұр. Көл болып көздің жасы өткенім ғой, болмаса арылмаған маңдайда сұр. Жайлаған аққу едім, шалқар көлді, бұл күні көрініп тұр жаман да зор. Оралдың ілер деушем ағиығы, шынымен жапалаққа болам ба қор? Мен қайран, атам малға сатқанына, бір тазды жалпақ елден тапқанына. Аты өшіп тумай кеткір жұман деген, мал беріп мен өзімсіп жатқанына. Атанып бай баласы қара басқыр, жұманның не берерсің мақтанына. Қазақтың күллі ғайып ғадетінде, түскенім бар қасқырдың қақпанына. Атама мен не жаздым қор қылғандай, болмаса бір мінезбен жақпадым ба? Жасымнан тәрбиелі хан қызындай, қасірет ақырында тартқаным ба? Әлпештеп ұлдан артық қыз басымды өсірген, атама обал артқаным ба? Бұл сөзді оқып көрген соң, анасының көзінен азырақ жас кетіп, қызының мұндай қайғыда жүргенін біліп, әлгі қағазды да орнына салып қойды. Енді Шолпан Жамал қанша уайымдап болса, сонша қайғыра бастап, бір күні түнде төсекке жатқан соң Сәрсенбайға сөйледі. Құданың құдіреті, әуелде сен тіл алмай, баланы мұнша қайғы қасіретке салдың. Міне, көрмеймісің? Жамалжан өзінен өзі азып, жүдеп кетті. Осы қалпымен қор болып кетсе, екі дүниеде бізге разы болар ма? Біздің ата-аналық хақымыз мойнымызда емес пе деді. Сәрсенбай не айтарын білмей, сөйтіп жүрмә? Сөйтіп жүрмә дей берді. Шолпан ашуланып, сөйтіп жүрме құрысын. Өз басыңда еркің жоқ, әркімнің қыздырған тіліне еріп, ақырында Жамалдың көз жасына қалып отырмыз. Ата-бабаң істемеген істі қыламын деп бей болғансып, бір жылдың ішінде қане шыққан мүйізің деді. Сәрсенбай әуелі таласып болмай қалғаннан кейін, келер сайлауда құдасының себебімен би болса да, бір жылға жетпей съез уақытында бір кісіні боқтап, қамшымен салып қаламын деп билігінен түсіп қалған еді. Сәрсенбайдан берекелі жауап шықпаған соң, Шолпан тағы да сұрады. Енді өстіп Жамалды сүймеген кісісіне береміз бе деп? Сонда Сәрсенбай қайраттан. Осы ит не былшылдап отыр? Құдайдың жазғанынан артық не қыламыз? Екінші кісіге береміз десең, Байжан болыстармен қосылып біздің жанымызды қояма? Малымыздан құрық, басымыздан сырық түсіре ме? Қатын дұшпан деген осы. Болмаса бұл сөзді айтар ма едің деді. Сәрсенбайдың жуас қорқақтығы Шолпанға бұрыннан мәлім, һәм бұл сапарда да пікірі тамам көрініп қалған себепті. Енді бұл тұста Сәрсенбаймен ақылдасып, бастарына түскен уайымды бөлісуден үміт үзіп, сол түннен былай Жамал хақында Шолпан Сәрсенбаймен еш нәрсе сөйлеспейтін болды. Бас аман, малы түгілдердің көңілі шаттықта. Жамалдың көңілі һәммән қайғыда болумен біраз уақыт өтіп еді. Жамал қанша қайғылы болса да, сырын халыққа білгізбес үшін, һәм жабыққан көңілін көтеру үшін,
Қыз-бозбала жиналған ойын тойдан қалмаушы еді. Және де жамал болмаған ойынның қызығы аз секілді көрінуші еді. Қыс ортасы болған соң, бір күні сол елде бір байдың баласы болмай жүріп, жамағаты ұл тапқанға қыз-бозбала үшін үлкен мәжіліс шілдехана болды. Атырабындағы ауылдың қыздары тамам келіп, жамал да әзір болды. Ағаш үйдің кең бір бөлмесіне төрінен есігіне шейін халық толған еді. Бұл елде ойын сауық әлі қалмаған. Болғанға бір қыз бір жігіттен қатар отырғызатын әдет бар еді. Жиылғандар бірі өлең айтып, екіншілері қалжыңдасып, ойын әлі қызып бастала қоймаған уақытта есіктен «Кеш жарық» деп бір-екі жігіт кіріп келді. Бағзы бозбалалар «Мәні, бір сыпайы жігіттер келді, қай жерге отырғызамыз» деп ақылдаса бастап, көп кешікпей біреуін Жамалдың қасына келіп отырғызды. Бұл жігітті біздің Жамал танымайтын еді. Ләкін Жамалдың қасына отырғызудан бір тәуір жігіт екендігі аңланды. Бұл жігіт отырып болған соң, үйдегілерге қысқа-қысқа сөзбен амандасып, соңынан Жамалға қарап, «Сіз де сәлеметсіз бе?» деп қойды. Бұл жігіт орта бойлы, қияпатты, бетінде азырақ қорасан дағы бар, жаңа мұрт шығып келе жатқан, сөйлеген сөзі сыпайы, әдепті, киімін оңайшалау Ғали есімді бір жан еді. Көлденеңнен қарап салыстырғанда бұл үйдегі жігіттердің абзалы Ғали, қыздардың абзалы Жамал секілді көрініп, екеуінің қатар отырулары да бек жарасып кетті. Ғали бір болыста басқа ауылнайға қараған Дүйсебек деген кісінің баласы. Жасынан талапты болып Қызылжар, Троицкідегі медреселерде оқып жүріп, және де частный учительден оқып та орысша азырақ сөйлеп, жазарлықтай шамасы бар еді. Мұсылманша жақсы оқыған болса да, елге шығып молда болмай, соңғы уақыттарда оқуды да қойып, азырақ саудаға айналысып еді, атасы бай адам болмаса да, Ғали инабатты жігіт болып, әрдайым алыс-беріс істерінде уағдаласында опашыл болғандығы көрінгенге, байлар шамалап несие беруден тартынбаушы еді. Әуелгі уақыттарда оқуда болып, бұл уақыттан саудамен жүрген себепті елде тұруынан тұрмауы көбірек болып, өзін халықты өзі анық танымайтын деді. Тек сыртынан Дүйсебектің баласы талапты, еті тірі жігіт, қысы-жазы үйде тұрмай оқу оқып кәсіп қылады деуші еді. Жаңада өткен бір жәрмеңкеде алыс-берістерін бітіріп, 100-200 теңгелеп пайда қылып, үйіне қайтып ағайынды аралап амандықта жүргенде, осы ойынға кез келген еді. Ғали Жамалмен қатар отырған соң, бір-бірінің халін һәм кім екендіктерін сұрап білісті. Ғали Жамалдың бұрынғы көріп жүрген жігіттерінен сөзге ұстарақ, сұраған сөзіне толық жауап қайтарып, һәм өзі де ләззатты сөздер сөйлей бастағанға, маңайындағылардың не істеп, не сөйлеп, не ойнап жатқанын естімеген секілді ұмытып, шын ықыласпен кеңеспекте еді. Әртүрлі ойын болып, ақырында Бұғыбай, Мыршалай, Мырыш деген ойындар тамам болған соң, бір жігіт бір белбеуді есіп алып, «Енді әлеумет, өлең айтасыңдар, айтпайсыңдар, айтпағандарыңа мінекей» деп, қолындағы есілген тоқпақтай белбеуін көрсетіп, қорқытып аралап жүре бастады. Білген қадарынша Ғали мен Жамалдан басқа бозбалалар өлең айтып жатса да, өлеңдері қашаннан бері айтып келе жатқан ескі өлеңдер еді. Мысалы, біздерде өлең де бар, өнер де бар, байларда мінілмеген дөнен де бар деген секілді, соның үшін артық ләззатты болмағанға жазбадым. Енді өлең айтуға рет әуелі Ғалиға, сонан соң Жамалға келіп еді. Ғали домбыраны әкеліп ұстатқанның соңында, менің өлең айту әдетімде жоқ еді. Білмеуші едім деп күлімсіреп отырып, «Қайыр, енді көңілдеріңіз қалмасын» деп, көркем әнмен домбыраға дауыс қосып сөйледі. «Ал сөйле, келді кезек енді Ғали, керілмей ұста қолға домбыраны. Рух берген мәжіліске қызмет көрсет, сайратып тілмен жақты болса халі. Өнерің болса шыңде шығар сыртқа, бұл жерде жасырудың болмас мәні. Қандырып құлақ құрышын тыңдаушының, жарайт міні жігіт, десін пәлі. Секілді Райхан гүл бақшадағы, уылжып жігіттіктің тұрған шағы. Табалмай айтар орын жүруші едің, естіртші, жас елдердің болса әні. Нақышпен сандуғаштай жүз құбылтып, даусыңды түрлендірсең келер сәні. Жастыққа сауық сайран еткен күннің, емес пе жігіттіктің раушаны. Тыңдаушы асыл сөзді табылғанда, айтушы тартынар ма және тағы. Қадірлес құрбыларың жиналғанда, тарқасын разы болып сын байсағы. Жасынан елде жүрмей өстім шетте,
демесін қаны елді сағынғаны. Құрбыңа жатырқамай аш сырыңды, жүйріктей бауыр жазып бабындағы. Ұмытпа, мысалды да деп айтылған, түлкіні тазалады табындағы. Болады не нәрседен және дескер, жігітке абыройдың табылмағы. Емес пе екі жүрек бірдей келсе, арада махаббат оты жағылмағы. Мінекей домбыраңыз тоқтадым мен, сөйлесін сұлу Жамал жанымдағы. Ғали бұл арада айтып болдым деп домбыраны Жамалға ұсынғанда, отырған халық «Мырза, тағы айта түсіңіз» деп өтініш айтқан соң, Ғали тағы да мына өлеңді айта бастады. Жақсы қыз баға жетпес бір гауһар тас, 16-17-ге жеткенде жас, жәннаттың пісіп тұрған алмасындай, қол жетпес, қандай жігіт ләззат алмас. Сұлу қыз рахаттың кілті емес пе, қолына түсіре алсаң бар да ғарш. Тізілген меруерттей 30 тісі, нұрлы жүз, жайнаған көз, қиылған қас. Шекеде кәмшат бөрік киген асыл, сылдырлап алтын шолпы иықта шаш. Бұралған тотығыстай мүшелері бозбала сұхбаттасқан болмай мамас. Қатасыз осы айтқандай болып тұрса, жолында сондай қыздың қияр ембас. Болатын мақсұт қасыл жол табылса, тәрк етіп қандай жігіт малын салмас. Серт айтып уағдамен бел байласа, айтарма жақсы жігіт жұртқа сырфаш. Талапкер бозбала айтқан сөзім, сөз емес мұның бәрі өзіне хас. Кеудеде жанып тұрған оты жоқтар, қадірлеп бұл сөзінде демес рас. Шәрбәтін ғашықтардың татпағандар, ант беріп айтсаң дағы сірә нанбас. Шахбазлар сүйген үшін ізденуден, көрседе нендей қорлық бір тартынбас. Жанған от көздеген оқ тұрса дағы, сескеніп ғашық үшін жүрек қайтпас. Магниті сұлу қыздың күшті емес пе, жігітті көңілі сүйген қайтып тартпас. Астынан ақ тамақтың деміңді алсаң, мойныңнан ақ білекті қайтып артпас. Ғали бұл өлеңді айтып болған соң, отырған ретінше Жамал айтты. Сөйле тілім шешіліп осындайда, құрбылармен бір жерге қосылғанда, отырмассың үнемі төрді бүйтіп, еріксіз-ақ қоярсың тосылғанда. Емеспедік япырмау кеше бала, білетұғын жастықпен есті шала. Белгісі жоқ екен ғой өткен күннің қатар түзеп қыз болдық, мәні қара. Қыз байғұс ел жұртына келген қонақ, мысалы қызғалдақтай ғұмыры шолақ. Күн келер өз басынан еріп кетер, қалалық осындайда күліп ойнап. Сөйледі Ғали мырза жігіт жайын, әркімнің халі өзіне тұрар дайын. Қыздарды жігіттермен салыстырып, тыңдаңыз, мен азырақ сөз қылайын. Жігіттің ер көзінде жылдың құсы, ұшса да, я келсе де отырғысы. Мысалы жазы болған жаққа кетер, бір жердің қары жауып тосағысы. Қыз байғұс қолға түскен сандуғаштай, торында ғұмыр өтір кілтін ашпай. Сатады мал көп берген кісі болса, кетеді жылап сорлық қарсыласпай. Рақым етпес және ата-анасы, болса да жақсы көрген өз баласы, теңіне қыздың көбі бара алмайды. Көнбегі және дағы жоқ шамасы, қалайша тұрсын енді жыламай қыз, ерлерге қарсы келсек ұнамаймыз. Тұтқынды өскен жандай дүние көрмей, жол іздеп ұлықтан ерік сұрамаймыз. Жаманға барсаң қор боп ғұмыр өтер, ұстайды ол ақымақ күнден бетер. Күн шығып, айда туып, көз ашылып, бұл қайғы қыз сорлыдан қашан кетер. Кісінің туып өскен жері қымбат, үйренген бала жастан елі қымбат. Ата-анаң, аға жеңген қадірлеген, тебіскен құлын тайдай теңі қымбат. Тастайды осылардың қыз хаммәсін, қор етіп бір жаманға ғазиз басын. Өзінің сүйгеніне бара алмаса, қалайша енді олар сағынбасын. Қыз бермек пайғамбардың сүндетіндей, ұзатпақ ата-анаң міндетіндей. Әр кімнің өзіне ерік берген жоқ па, Алланың бұны дейміз құдіретіндей. Сөзінде қата болса сөкпе халқым, әшейін айтып өттім сөздің салтын. Тұрған соң көзін көріп қиянатты, тартады уайымдап көңіл салқын. Бұл күні Ғали мен Жамал әбден сөйлесіп, әрқайсы хал ахуалын біліскен еді. Іштерінен бір-біріне ұнағандығы білініп, бір көрген біліс, ек көрген таныс, мұнан былайда кез келіп жүрерміз деп, бұл сапарда айырылысқан еді. Ғали әлі қалың бермеген бір талапты жігіт болғанға, Жамалдың күйеуінен наразылығына қарай, екі тараптан да бір-біріне махаббат байланды деуге лайық болды. Не үшін десеңіз,
Екеуінің де сол ойын болған түндегі сөздері көңілдерінен кетпей, әмән бірін-бірі ойлайтын болды. Мұнан кейін Ғали Сәрсенбайдың үйіне бір-екі мәрте келіп кеткен уақытта, Ғали мен Жамалдың бір-біріне көз қарауларын байқап тұрған кісі болса, екеуінің де көздерінде «Мен сені жан тәніммен сүйемін» деген жазуды оқығандай болар еді. Ләкін екеуі оңаша жолығуға ешбір реті болмай жүрді. Бір күні Ғали қалаға бара жатыр едім деген болып, Сәрсенбайдың үйіне келіп қонды. Далаға шығып кіріп жүргенде, Ғали Жамалға әдейі бір жолығу үшін келгендігін сездіріп қойғанда, Жамал түнде Ғалидың қасына келуін шүбәсіз деп ойлап қойды. Һәм бұл ойда теріске кетпей үй іші ұйықтаған уақытта екі жас бір төсекте еді. Екеуі әуелі жолыққан күндерінен бері нендей ойлар ойлағандарын, бірін-бірі көруге сағынғандарын айтып, һәм бастарындағы оқиғаларында азырақ қозғап қойысты. Екеуі түбегейлі терең ойға бармай, ақырын көрерміз, қазірше ойнап күліп жүрейік деп уағда етіп, араларында шын достық ғаламаттары болып қалды. Екеуі бірдей қазақтың ғұрпында болған қаталарды, жәбіршіліктерді сөйлеп, Жамал өзі ес білгеннен бергі уайымдарын бір минуттың ішінде ұмытып, енді Ғалиді көрмей тұрған минуттар бір жылдық көрінерін Ғалидың құшағында жатып айтып білдірді. Осылайша Ғали, Жамал дос болып, әрбір лайықты уақыттарда жолығып, сұхбаттасып жүріп, қыс өтіп, жаз да келді. Бұл екеуінің көңілдерінде бір ғана ой бар еді. Бірақ бір-біріне бұл күнге шейін айтуға әр қайсысы өздеріне сенбеген секілді болып, үндемей жүруші еді. Бұл ойын Жамал сөйлесе, Ғали қабыл алуы, Ғали сөйлесе, Жамал қабыл алуы, шүбәсіз болса да сөйлеуге екеуінің ойындағы мақсаттары бір болған секілді, қауіптері де һәм бір еді. Жамал мен Ғали аз күнгі ойын күлкінің қызығымен өздерін дүниедегі бақытты адамдардан санап жүргенде, бір күні бұларға үлкен қасіретті хабар естілді. Байжан мен Сәрсенбайдың арасындағы уағдалары болып, енді бір айда Жұман күйеу ұрын келіп қалыңдық ойнайды деген өсек расқа шықты. Бұл үргенішті хабар бұл күнге шейін Жамал мен Ғалидың іштерінде сақтап жүрген сырларын бір-біріне білдіруге себеп болды. Бұл айталмай жүрген сырлары екеуі қалай ғұмырлық жолдас болып, Жұманнан Жамалды құтқару екен. Бірақ әр қайсыда өздерінен басқа ешбір жәрдемші болмағанға, текке халыққа масқара болып, мақсатқа жете алмай қаламыз ғой деп қорыққан екен. Енді мынадай Жұман келеді деген хабар аныққа шыққан соң, дүниеде бірінен бірі бөлек тұрудан қапаста жатқанды артығырақ көріп, не болса да екеуі қосылуға бір жол қарамақшы болып, енді қай күні бір жолықса, бұрынғы іштегі жұмбақ болып жатқан сырларын таласып, сөйлемекші болып тұрғанда, Жамалға Ғалидан бір хат та келіп жетті. Оқып көрсе бұл еді. Тұра алмадым, толықсып хат жазбасқа, Зылиқа мен Жүсіпті қосқаныңдай, ішкі сырды білгізіп замандасқа. Екі көңіл бір жерде қосылса егер, не қызық бар жаһанда онан басқа. Тілегің бер иллахим екі жасқа, айтпасаң да қалпыңды мен байқаймын. Жек көрмейсің мені де сен байғұста, дертім сыймай ішіме еттім сырпаш. Хеш үндемей жүрсем де жазы қыста, сипатыңа қызықпас қандай жігіт. Қор қызындай нұрлы жүз қолаң шашқа, сөзің бұлбұл секілді жүзің айдай. Сені сөккен пенде де хеш оңбаста, мен мұнда көңілім сенде, ойың кімде, тілеймін осы сөзді ұмытпасқа. Емеспін мен Жұмандай бай баласы, жоқтықты сұлу Жамал бетке баспа. Ақылсыз жаман шіркін алып кетсе, қызғанып халім бар ма қайғырмасқа. Сенің де өткен күннің жылдай болып, көңіліңнен қасіретің арылмасты. Ертегеш көз алдында тұрғандайсың, қарағым, хеш болмайды сағынбасқа. Жамалжан талаптаудай болса дағы, тон келте сүйгеніңнің қолы қысқа. Төскейден қызыл түлкі бұлаң етсе, төбеден қыран бүркіт ұмтылмас па? Жапалақ бадырақ көз босқа қалып, қырғи құс түлкін алып құлпырмас па? Отырып тәуекелдің кемесіне, ай дариға, дариядан өте шықса, ғашықтық уағдамен тәуекелшіл, қажымай осы шеуін мекем ұста. Кімде кім жетер сонда мұратына, пайда жоқ жүрексінген қорқынышта. Аз сөзде көп мағына деген мысал, халімді баян етіп жаздым нұсқа. Жамалжан, парасатлу етер хафім, бұл сөзім бил тифат қалмас босқа.
Рахматына мың сан разы болар едік. Ғали Жамал лайық деп Алла қосса. Келер деп нендей жауап күтіп қалдық. Хат жазып жанабыңа жолдап почта. Құп деген жібермесең дәруінді. Зораяды күннен күнге біздің хаста. Дұшпан көп, досымыз аз, халық сенімсіз. Я Алла, тура жолға өзің баста. Ғалидан пақырыңыз жазылды хат. Махаббатлу махбуба, Жамал досқа. Бұл хатты Ғалиден Жамалға алып келген жігіт әр уақыт бұл екеуінің арасында осындай құпия хабарлар һәм хаттар тасып жүретін Ғалидің бір анық сенген кісісі еді. Бүгін бұл хатты Жамалға тапсырып, жауабын ертеңге шейін даярлап қоярсың. Мен бір ауылға барып қайтам деп кетіп қалды. Жамал бұл хатты 3-4 мәрте оқып шығып, бір қызып, бір суып, жұманға барса ғұмырынша қайғы қасіретте өтетінін ойлап, Ғали мен қарса не түрлі ұят машақаттар болып, ақыры нешік болатынына көзі жетпей, аз дағдарып, көзінен моншақ-моншақ жастарды төгіп алды. Біраздан соң тағы да қайраттанып, тәуекел, Алла басқа салған соң не де болса көтердім. Ғалимен ғұмырымша қол ұстасып жүрсем де арманым болмас деп ойлады. Егерде Ғалимен қаша қалса, кім тілектес, жәрдемдес боларын ойлағанда, өзінің шешесі Шолпаннан басқа ешкім көзіне көрінбеді. Шешесіне сыйынатын себебі оқушыға да мәлім. Шолпан әуелден Жамалды Жұманға беруге разы болмай, Сәрсенбайға тілін алғыз алмай қойған еді. Екінші, Жамал ер жеткен соң Жұманға көңілі наразы болып жүргенін де сезіп, хатта сол мезгілде Жамалдың жазып жүрген өлеңінде тауып алып оқиды деп жоғарыда жазып едік. Үшінші, Жамал мен Ғалидің жақын болып жүргендерін біліп, көріп жүрсе де білмегенсіп жүруші еді. Жамалды Ғалиға лайық көрген секілді болып, Ғалиді шын ықыласымен баласындай жақсы көруші еді. Ұзын сөздің қысқасы, ақырында Жамал Ғалидің жазған сөздерін қабыл алып, қарсы жауапта жазып, ертеңінде манағы жігітке тапсырды. Бұл жігіт хатты сол күні Ғалиға жеткізіп берген соң, ашып оқыса, жазылған сөзі мынау екен. Ғалижан, біздің қолға тиді қағаз, жазғанын қабыл алдым сіздей шақбаз. Мақсатқа муафиқлы сөз шыққан соң, өңім бе түсім бе деп тұрдым біраз. Сіздейін жаздым жауап білгенімше, не түрлі жазған сөзін кірді ішіме. Сырымды жалғыз саған білдіремін, айтпаған мұнан бұрын бір кісіге. Мағлұм бір сөзіңе менің халім, еш рақат көрмегендей сенсіз жаным. Еріксіз бір есекке қосақталсам, жаһанда екі бірдей келмес мәнім. Қосылсам нәсіп болып сеніменен, кім айтар жүрмеді деп теңіменен. Сенімен отқа жансам арманым жоқ, жуылмаған Жұман атты перменен. Хатыңда бай емеспін деп жазыпсың, бетке салық қылма деп көп жазыпсың. Байды сүйсем Жұманға бармас бедім, бұны ойламай әшейін тек жазыпсың. Бір сенің ғашық отың сөндіретін, кім бізді ықтиярсыз көндіретін. Өлсек шұқыр бір болсын шықсақ төбе, айырылмалық болса да өлтіретін. Бір Алла жалғыз өзі болсын айғақ, тұралық уағданы бекем байлап, сен үшін бір басымды еттім құрбан, шынжырлап жіберсе де сібірге айдап. Біз көндік мұндай халге Құдай салды, панасыз, мазлұм мен бір зарлы, ал енді күн түн демей хайла қара, келуіне жексұрынның бір ай қалды. Мен де жоқ, аға жеңге мұңымда шар, сырымды басқа қайтсам жұртқа шашар, білмеймін апам байғұс не қыларын, жалғыз-ақ сенетінім ақылдасар. Аналық мейірбаны түссе егер, дұшпаннан құтылуға хайла табар. Сенбеймін еш кісіге мұнан басқа, керек атам, керек жақын ағайындар. Жан досым, 4-5 күнде жолығып кет, болса да сөйлесеріміз нендей рет. Өзіңде қарап жүрмей ескере бер, көңілге кіргеннен соң мұндай ниет. Келмедің 15 күнде мен көп достым, санаулы енді аз ғана біздің бос күн, қайырлы сағаттарда ескергей деп, хат жазған қалам қозғап Жамал досың. Ғали бұл хатты оқығаннан кейін сол күні өзіне сенімді құрбылары Жүніс, Нұрмаш деген жігіттермен күн батқаннан түн ортасына дейін ауылдан аулақ бір оңаша жерде ақылдасқан еді. Ғали, мінекей жігіттер, бала жастан бірімізге сендеспей ойнап өскен құрбы едік. Қазірде мен мынадай бір қиялға түсіп тұрмын. Айтқан сертіне қыз жетіп, мен жетпей қалсам, маған тірідей өлім ғой деп ойлаймын. Мен тәуекел деп бұл іске басымды байладым. Сендер не ақыл айтасыңдар деді. Әлгі жігіттер,
Оның бізге несін айтасың? Біздің сенен аянар хеш нәрсеміз жоқ. Бұл заманда қыздың басында ерік бар ғой. Азар болса малын алар. Кім қызды тегін береді дегеннен кейін Ғалидың қуанғаннан екі көзі жайнап кетіп. Не қылса да осы іске бір өнер қайрат ете көріңдер деп, ертең тағы да ақылдаспақшы болып тарқасты. Бұл үшеуі ертеңіне һәм бас қосып, бұл жолғы мәслихаттары әуелі Ғали Жамалға барып, оңашада әбден сөйлесіп, қай күні қашатындарын уағдаласуға қаратты. Көп кешікпей Ғали да бір күні түнде Сәрсенбайдың ауылының тұсындағы бір сайда сүйіктісі Жамал мен келешекте бірге рахат ғұмыр өткізулерінің желісін сөйлеп тұр еді. Дүниеде бұл екеуі үшін бір жақтан істің ақыры нешік болады деген үлкен қорқыныш, екінші жақтан дұшпанның қолына түспей құтыламыз ба деген қуанышпен жүректері лүпілдеп, бірінің қолы бірінің мойнында болып, екі ғашық бір ойда еді. Май жұлдызы таң қысқа, ай жарық, дүние тып-тыныш, жел жоқ, хауа жақсы, жаңа қонған жұрт, көк арай шалғын, жапырақ гүлдердің иісі аңқып, біздің жастарды көріп тұрған жалғыз Алла, екіншісі аспандағы ай мен жұлдыз еді. Жан-жануар күндізден шаршаған секілді тынығып, жылқы жосап, қара мал күйсеп, анда-санда қой үрккенді, ұйқысы сақ төбеттің шаңқылдап үргені, кемпір шалдың айтақтаған даусы ғана естілуші еді. Бұл бейшаралардың да бозбалардан үнің өшсін деген қарғыстан басқа алғысы жоқ еді. Махаббат мүптәлесіне душар болған сұлу қыздар елеңдеп ұйықтай алмай, тастан қатты шешесі есікті құлыптап, түңілікті ашып қойғанда, әттең айдың жарығы күндізгідей, ер жігіттің қадірін қыз білгендей, қыз байғұстың басында ықтияр жоқ, есік ашып досын үйге кіргізгендей деген бір ауыз өлеңді іштерінен деген күйінішті дауысқа араластырып айтып жатқанын қасына барып кім көрген. Торғай шырылдап, таң белгі бере бастады. Біздің сайдағылар қысқа таңның атқанын білмей қалған еді. Жамал Ғалиға айтты: «Анау күнгі саған жазғаннан кейін менің өңім де бұзылып жүрсе керек. Апам оңашада қайта-қайта: қарағым, неге мұнша сарғайып кеттің? Сырыңды айт. Бөтен ойың болса менен жасырма. Мен сенің біреуге қор, мұқтаж болмағаныңды ойламасам, саған жамандық тілер деймісің?» Деген соң, және апама сенген соң, бар сырымды сөйлеп едім. Олай болса қарағым, бетіңнен жарылқасын. Ғалиді мен жек көрмеймін, бірақ қайтейін, Құдай тағала сені бір жаманға байластырып қойған соң деп жылап та жіберді. Ақырында өзі бізді шығарып жібермекші болды деді. Бұған Ғали да бейхисап қуанып, екеуі ендігі жексенбіге осы сайды белгі қылып уағда байласты. Ғали үйіне келіп, өзінің бұл іс хақында ақылдас болып жүрген құрбылармен сөйлесіп, келер жексенбіге ат сайландыра даярлана бастады. Екі дос Жүніс пен Нұрмаш Ғалиді шығарып салмаққа бұлар да даярланып, сенбі күні не болса да ертең болады деп, жас жүректері дамылсыз соғуда еді. Ғали даярланғанда Жамалда қарап жатпай, ақырғы сырын туған анасы Шолпанға айтқанның соңында Шолпан да разы болып, жол қамын ойлай бастаған еді. Жексенбі күні де болып, ел жатқан уақытта Ғали, Жүніс, Нұрмаш үшеуі ерлеген бір ат жетегі бар жолықпақшы болған сайыда даяр болған еді. Бұларға һәр бір еткен минут сүрленген жылдай болып, қашан келет деп қарап тұрғанда, бір күнгін екі әйел көрінді. Келсе, Жамал мен оның шешесі екен. Бұлар мен Шолпан амандасып болған соң: «Шырақтарым, енді Алла тағала қайырлы сапарын беріп, мақсаттарыңа жеткізсін. Қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Қазірде ешкім көрген жоқ, тоқтамай жөнеліңдер» деп, Жамал мен Ғалидің беттерінен сүйіп, жыламсырап қоштасып, жастар аттарына мініп жөнелгенде, біраз арттарынан қарап тұрып, үйіне қайтты. Шолпан кісі көзіне түспей үйіне барып жата тұрсын. Біз мезгілсіз аттанған жолаушыларымызды жолға салып жіберелік. Ғалидің достарымен ақылдасқанда Жамалды алып барып жатпақшы жері. Дуанда өзі бірге саудалас болып, несие алып жүрген Фатихолла бай еді. Қазірде ауылдан былай 5-10 шақырым шыққан соң, арттарынан қуған ешкімнің дыбысы жоқтығына көз жетіп, тағы да ақылдасып, сол әуелгі планы бойынша 120 шақырым жердегі қалаға тартпақшы болды. Бұл түні күн шыққанша 50 шақырым жүріп, адам жоқ бір қыстау келіп жасырынып жатты. Күн батып, ымырт жабылғанша бұларды ешкім көрмей, енді тәуекел деп, таң атқанша дуанға жетпекші болып, Ғали мен Жамал жүріп кетіп,
Жүніс пен Нұрмаш елге қайтты. Ғали, Жамал қалаға саламат жетіп, Фатихолла байдың үйіне келді. Бастан аяқ оқиғаны Ғали Фатихолла байға айтқаннан кейін, Фатихолла бай әуелінде осындай қазақтың қызды жастай құда болып, біреуге беріп қоятын жаман ғадетін жек көргендігі себепті және де Ғалиді хам тәуір көретіндігінен бұл екі мүсәпірді қабыл алды. Фатихолла бай өзінше тәуір пікірлі ғана, өз айтқан сөзін болдыруды жақсы көретін бір татар еді. Айда Ғали, сен бірде қорқма, әлхамдулилле, біздің қораға рұқсатсыз ешбір степной қырғызларың кіре алмас. Әгер де келіп скандал шығармақчы болсылар, прямо частқа заявит етіп, жел көлерін қаштармыз деп, Ғалиді қайраттандырып қойды. Бір қонғаннан кейін Ғали Фатихолла баймен ақылдасып, құрмында келіп қарап жатқанның мәнісі болмас. Ұлықтан Жамалдың басына ерік алалық деп, адвокатқа арыз жаздырып, крестьянский началышке Жамалды кіргізді. Арызында, мені 7 жасында атам қазақ ғұрпынша бір қазаққа малға сатқан екен. Бұл күнде кәміл жасқа толып көрсем, күйеуім өзіме ұнамағандығы себепті, һәм мені атам ықтиярсыз бермекші болған себепті, өзімнің сүйген жігітіммен қашып келдім. Мәрхәмәтшілік жүзінен мен мазмұнаның көз жасын құрғатып, басыма ерік беріп, қиянаттан қорғасаңыз екен деген сөздер жазылған еді. Бұл арызды ілтифатқа алып, начальник Жамалдың қолына кімге барсаңда ықтияр деген қағаз беріп, болысқа һәм былайша қағаз шығарды. Жамал Сәрсенбайғазына ешкім қиянат, жәбір қылмасын, сүйген күйеуіне баруға өзіне ерік берілді. Қалмал хақында дау болса, волостной съезге саларсың деп. Енді оқушыларға елде болып жатқан оқиғалар мағлұм болсын. Жамал қашқан күні таңертең Сәрсенбай намазға төсектен тұрып, түндік аштырып, азан оқып болғаннан кейін Жамалдың жоғын көзі көріп қатындарынан, Жамал қайда кеткен деп шүбәләніп сұрай бастады. Шолпан да еш нәрсе білмегенсіп, Жамалжан тысқа шыққан шығар деп тұрғанда Сәрсенбайдың бәйбішесі: «Ойбай бетім-ау, бір сұмдық болған екен ғой, Жамалдың үлілі тұрған киімдері қайда» деп, сол минутта Жамалдың қашқаны мәлім болды. Үй іші сасып, ренжуде болып, сол сағатында ауылда жиналып, ақылдаса бастады. Біреулері, өзінің күйеуі алып кеткен шығар деп, көбі, жоқ, мұны Дүйсебектің қу баласынан басқа ешкім әкеткен жоқ. Өздеріңді соны патшаның баласындай әлда қандай қылып көріп, тым еркінсітіп жібербедіңдер. Ал енді қайтер екенсіңдер деп, Сәрсекеңнің жалғыз басын даңғылды. Сөйтсе де маслихаттасып, осындай мағлұмсыз біздің баламыз, сіздің келініңіз Жамалды біреу түнде алып кетіпті, не қыламыз деп Байжанға кісі жіберді. Және бір жағынан астыртын Ғалидің ауылына да кісі жіберді. Кешке таман Ғалиларға кеткен жігіт бүгін түнде Ғали, Нұрмаш, Жүніс үшеуінің жақсаттарына мініп үйлерінде жоқ болып шыққан хабарын алып келген соң, шүбәсіз істің анығын біліп, Байжанға екінші кісі жіберді. Мінеки, Дүйсебектің баласы алып кетіпті. Ендігі ақылын өздеріңіз білесіз деп. Бұл күн осылай хабарлармен өтіп, екінші күнде Байжан 20 жігіт ертіп, бәлемнің шаңырағына қобыз тартайын деп, Сәрсенбайдың ауылына келіп түсті. Бұл өткен түнде Нұрмаш пен Жүніс те үйлеріне келіп жеткені мағлұм болып, аттары сүмөктей болғаны әркімге көрініп қалған еді. Байжан істің анығын білген соң жолдастарынан 5 кісіні түнде аттандырып, Ғалилардың ауылынан жылқы алдыруға жіберді. Хан болысқа кісі жіберіп жазды. Мінеки, осындай оқиғалар болып қалды. Билеріңізді алып мұнда келіңіз деп, Байжанның барымтаға аттандырған жігіттері ат, айғыр, ту биеден 12 жылқы алып, һәм жолдан Сәрсенбайдың бір қысырағының үйірін қоса айдап барып та қалды. Күллі жиылыстың расходы Сәрсенбайдың мойнында болып, қорыққаннан бір ауыз сөз қарсы айтуға халі де жоқ еді. Хәтта жан жаққа шаптырып жатқан аттар да Сәрсенбайдікі екен. 3-4 күннің ішінде бір болыс елдегі керекті кісілер жиналып, бір үлкен съезд болды. Байжанды жақсы көргендер халық жиналған жерде, «Міне, жұрт бұл секілді тентекке тізгін беріп жібере берсе, жұрттың қойнындағы қатынын да кетер. Мұндай болмасқа тыю салып, біреудің ақбаталы жесірін қайтарып әперу керек. Біреуге болған қиянат ертең екінші кісінің басына келмей ме? Мұнымен халық арасы бұзылып, жұрттықтан шықпаймыз ба?» деп уағыз сөйлей бастады. Кешке таман іңір уақытында Байжан болыс писырды осы жиылысқа келген 5 биді һәм указной молда Ахметжанды оңаша ауылдың сыртына шақырып алып, «Енді ертең не болса да бір іс қылыңыздар. Мен қазірде малға бітпеймін.
Мыналардың бізге барып қалған 10 жақсы жылқысы бар. Бұл мал менің жауыма қайтарылып берілгенше өздерің олжа қылыңдар. Мен кешіктірмей сатып жіберем. Сіздер бір жолға менің намысымды жоқтап, не дегенді істеп беріңіздер деді. Бұлар да олжа деген сөздің қарасын көрген соң, мұрттарынан күліп, енді қалай қыл дейсіз деп сұрады. Байжан айтты, сіздер хар қызметтің басындағы кісілерсіз. Мінекей, болыс пен песір ұлық жағынан бұл туралы нендей іс болса да дұрыстап тұрар. Билер ертең Сәрсенбай дүйсебектердің мұнан сұрайтын жылқыларын отказ етіп, қыз бен жігітті шығарып жіберген екі жігітті соларды тауып әкелуге міндетті қылыңыздар. Тауып әкелмесе, түрмеге отыруға бұйырыңыздар. Ал Ахметжан молда, сіз бұл қызбен біздің Жұман екеуіне алып қашудан 10 күн бұрын не оқылған еді деп книгіңізге жазып, бізге куәлік беріңіз деді. Сіз мұндай жұмысты болып тұрғанда, өтірікке де болса кіріспей болмас деп разы болысты. Сол жерде Байжан қалтасынан суырып әрқайсысына 50 теңгелеп 400 теңге ақша берді. Бұл түн өтіп таң атты. Болыс билер повеске жазып, Ғалидің атасы Дүйсебекке һәм Нұрмаш пен Жүніске шақырушы кісі жіберді. Бұл үшеуі де хабар тиген соң, бармай қалудың лажын таба алмай, өздеріне қараған атқа мінер кісілерін алып, Саумалкөл басындағы құрылған съезге келіп жетті. Тістерін қайрап отырған болыс пен билер 1 сағат кешіктірмей тексеріп, қолға ала бастады. Екі жағынан сұрастырып келгенде, қыз алып қашқан жағы, енді біз қолмен істедік, мойынмен көтереміз ғой. Бір тентектің мұндай ел арасын айырып, сөзді қылғанда өзімізді ренжиміз. Жолмен мал беруге разы боламыз деді. Байжан мына сөзді естіген соң, тас талқан болып, мен өзім ат жалын тартып мінгелі мұндай қорлық көргенім жоқ. Бүгін Қарынбайдың малын берсең де бітпеймін. Жесірімді әкеп бер, болмаса мәймөңкілігім бұлшыл сөзің керек емес деді. Билер де Байжанның сөзі дұрыс, Байжан жөн айтады деп мақұлдап қойды. Билер Жүніс пен Нұрмаштан сұрады. Сендер Ғалиді шығарып салғандарың рас па деп. Бұлар мойнын алып, жаны бірге құрбы болған соң шығарып салғанымыз рас деді. Билер оңаша үйге песірді алып барып, биліктерін жазып қайтып келіп естіртті. Жұман Байжанұлының некелі қатыны Жамал Сәрсенбай қызын ықтиярсыз Ғали Дүйсебек баласына шығарып беріп жіберген үшін Дүйсебек, Жүніс, Нұрмаш үшеуі 1 айдың ішінде тауып беруге міндетті болады. Егер тауып бермесе, әр қайсысы 2 айдан түрмеге отырады деп мағлұм етті. Жауапкер жағы, бұл некелі қатын дегеніңіз қалай деп сұрасып еді, билер шариғат бойынша ижап қабыл болған соң, бәрібір неке емес пе деген болды. Хақиқатында бұлар указной молдадан өткен түндегі куәлікті алмақшы болып қойғанын Дүйсебектер сезбей қалды. Бұл биліктен кейін Дүйсебек Сәрсенбайлар Байжанның барымтаға алған жылқыларын сұрап биге түсіп еді, билер мұны қарсы дау деп отказ қылды. Бұл екеуі билердің осы екі билігіне де разы болмай, копия сұраған соң, ауылға келіп аларсыңдар деп, болыс писер книгаларын жауып, һәм сол күні халық тарқады. Копия алу үшін болыстың ауылына Сәрсенбай, Дүйсебектер бірнеше мәрте барса да, әртүрлі себептер айтып, бермей жүргенде 15 күн өтіп кетті. Бұл күндердің ішінде арыз бойынша начальниктен жоғарыда айтып өткен қағазда келіп қалған еді. Болыс Байжанды шақырып алып ақылдасып, начальникке тағы да қағаз қайтарды. Дауласқан екі тарапының сұрауы бойынша бұл қыз хақында билерге салып едім. Хақиқатында бұл қыз Жұман Байжан оғлының некелі қатын екен. Растығына 3 бөінің илән бірге жіберілген указной молда Ахметжан Аямасғұлының метрический книгадан берген куәлігі дәлел. Һәм билердің билігінен законлы срок, яғни 15 күннің ішінде келіп копия алмады. Соның үшін билікті орнына келтіруге әмір етсеңіз екен деп. Болыстың бұл қағаздары начальникке тиген уақытта Дүйсебек, Сәрсенбай, Нұрмаштар да қалаға келіп жетіп, ғарызларын кіргізді. Өз ықтиярларымен бірін-бірі сүйіп қашқан қыз бен жігітті біз қашырды деп, қанша малымызды барымталып бермей, өзімізді тауып беруге міндетті қылып, тауып бермесең 2 айдай түрмеге бұйырып, вә һәм указной молдамыз неке оқыдым деп, өтірік куәлік беріп, болыс билер һәм байлар бірыңғай болып қиянат етіп тұр. Бірнеше мәрте барғанда биліктен копия да бермеді деп, нендей болған уақиғаны баян етті. Начальник бұлардың ғарызын ілтипатқа алып, болыстан жауап сұраған қағаз жіберді. Байжан әуелгі қыз қашып, халық жиналған күннен бері құпия хар жерге
Қыз бен жігітті іздеуге кісі жіберген екен. Әрбір барар деген шүбәлі орындардың хаммасында жоқтығын сезіп, ақырында қалада Фатихолла байда екендігіне көз жетіп, шаһар ішінен қол іс қылып ала алмаспыз. Фатихолла байдың елде алатын 2000 теңгедей несиесі бар ғой. Енді бұл қашқындарымызды сақтап, халқымыздың жақсыларының тентектеген кісісін шығарып бермесең, несиеңді бергізбейміз десек, қорқар деп маслихат етті. Осы сөзді айтуға келген кісіге Фатихолла бай ішінен қауіптеніп, бұлай болуды да бек ықтимал деп ойлап жауап берді. Дұрыс, әуелгі уақытта ұлыққа арыз беру үшін ғана бізге 3-4 күн болып қонған еді. Қазірде бізден кетті, қайда екенін білмеймін. Егерде мұнан бұлай бізде екендігі білінсе, халқыңыздың не қылғанына разымын деді. Бұл кісі Фатихолла байдың әлгі сөзіне нанып, елге қайтты. Фатихолла бай Ғалиға сөйледі. Мына кәпірлердің сырлары өзіңе мәлім ғой. Енді басқа бірнеше жерге барып, паналағаның өзіңе де бізге де пайдалы болар еді. Ғали да бұл сөзге түсініп, «Хайыр, Фатихолла абзи, мен сізге ризамын. Залымдар не қылады деуге болмайды. Олай болса мұнан 3 шақырым жерде атамның нағашысы бар, сонда барайын деп ертеңіне жүруге даярланды. Ғалидің өзінде жегуге 2 ат бар еді. Фатихолла бай арба сайман һәм 50 теңге ақша беріп, қаладан шығарып салып, қайырлы сапар деп дұғада болып қалды. Ғали Жамал да өздерінің ата-анасынан айырылғандай болып қимай жылап айырылысты. Ғали әуелден ноғайша киініп жүретін һәм Жамалды да ноғайша киіндіріп шәлі бүркендірген соң, жолда көрген кісілер шүбәсіз ноғай деп біліп, бұлардан қауіптенбей көңілдер шаттанып, оңашада ойындағы сөздерін сөйлесті. Ғали сұрады: «Егер жаман айтпай жақсы жоқ, өстіп жүргенде қолға түсіп, сен мені айырып әкетсе қайтар едің, көніп кетер ме едің?» деді. Жамал: «Құдай сақтасын, не айтасың? Жаным сенің жолыңда құрбан, сенен тірі айырылғанымнан өлім маған көп артық» деді. Бұлар бұл секілді сөзбен келе жатқанда, сәске түс болып, жолшыбай ағаштарды аралап, бір көлдің жағасынан өтті. Маңайында ел болмағанға, бұл көлде неше түрлі қаз, аққу, ғайыр құстар бейқисап көп еді. Атрабындағы жердің хаммасы тамылжып, кілем төселгендей болып, желсіз күнде көл айнадай жарқылдап, алыстан сағымдар мұнарланып, біздің 2 ғашық біраз тамашаға қалып келе жатқанда, Жамал ойына бір нәрсе түсіп кеткендей ән салып, мына өлеңді айтып жіберді. Ғаламды 18 мың жаратқан хақ, көп беріп біреуге мал, біреуге бақ. Біреуді ғалым, біреуді залым еткен, біреуді мұңлы жараттың, біреуді шат. Тамаша аспан менен жер қандай, Зеңгіртау дария шалқар көлі қандай. Орман тоғай гүл енген бақшалары, пайдаланған бұлармен елі қандай. Көзім тоймас қарасам тамашасын, қисабына ми жетпей адасасың. Заң түзеп, закон жайып, патша отырып, қараған ғаділдікпен қарашасын. Таласқан аспан менен таулар биік, мекендер аю, қасқыр, марал киік. Ұжмақтың шешмасындай бұлағына, кетпей ме қарап тұрсаң іштен күйік. Аспанда ай мен жұлдыз, күні қандай. Қалғыған мұнарланып түні қандай. Суда балық, көлде құс тоғайдаңдар. Шулаған неше түрлі үні қандай. Жаннаттай тамашалы жазы қандай. Келетін ұшып аққу қазы қандай. Ескеріп өткен күнді кәрілері, жастардың және де айтқан назы қандай. Сықырлап келіп қалған қысы қандай. Қар жауып су қатырған мұзы қандай. Берген соң Алла қуат жан сақтарлық, жүреді мақлықтар үсік алмай. Біз ғарып сол панаңда саялаған, дұшпандар рақымсыз аямаған. Жіберсең жалғыз тамшы рахматыңнан, болса да құтылмаймыз қай арадан. Ғали Жамал жолда 4 қонып, Қырыққұдықтағы нағашысы Бабас деген кісінің үйіне келіп жатты. Көңілдері орнығып, қорқынышсыз күннің өткенін де білмей жатқанда, елдегілер бұрынғы қалпынша дауласып, қағаз үстінен қағаз айдап, бір берекесіз аяғы үзілмейтін дауға кіріскен еді. Ғалидің нағашысы да һәм сол елдің жақсы кісілері де, енді бұлар бізді пана тұтып келді ғой. Біз де елдігімізді көрсетіп, қорғалық, көп болса 2 жыл дауласар, оның ар жағында өздері де шаршар деп, жастардың көңілін бұрынғыдан да қуантқан еді. Бұл мүсәпірлердің бақытсыздығына қарсы бір күні Ғали төсектен ауырып тұрды.
Нағаштарда үрпиісіп қалып, Жамалдың түсі қорыққанынан өзгеріп кетті. Ғали, тұла бойым қызып, сүйектерім сырқыраған секілді болып тұр, деп тынши алмай, науқасының күштілігі көрініп, төсектен тұрмай жатты. Науқасы күннен күнге ауыр тартып, 4-5 күннің ішінде бек қауіпті секілді көрінді. Әрбір тамыршы дәрігерлерді әкеліп тамыр ұстатып, ұшықтатып, қақтырып көрсе де тәуір болмады. Жамалдың көзінен қанды жастар төгіліп, ас ішпей, кірпік қақпай, зор қасіретке кірісті. 1 минут Ғалидің қасынан кетпей, хаман ауырды деген жерлерін сипап, мөлдіреген көздерін Ғалидан алмай қарап отыратын болды. Екеуінің қасында кісі жоқ уақытта менің бақытсыздығым өз басымнан асып, жаманаты саған да тие бастады. Ақыры қайырлы болсын деп Жамал Ғалиді құшақтап жылап талушы еді. Ғали, жылама, Алла сақтар, жазылармын. Қазынасы кең 1 сағатын жіберер деп, өзінен де Жамалдың көңілін жұбатушы еді. Сөйтсе де дерт күшейіп, Ғалидің халы нашарға айналды. Нағашлары еліне хабар жіберелік деп еді. Ғали рұқсат етпеді. Алланың жазғаннан қашып құтылмаспын, Құдай сақтар, жібермеңіздер деп тоқтатты. 10 күнде науқасы сонша ауырлап, хатта арыздаса бастады. Жамал бейшара қияли болған кісідей, бағзы уақытта басы айналып, талып та қалып, Ғалидан: мен енді қайтемін, сенен қайтып қаламын, сенсіз дүниеде мен не боламын деп неше мәрте сұраса да Ғали Құдайға тапсырдым дегеннен басқа еш жауап айта алмады. Барлығы 13 күн ауырып, бейсенбі күні түс кезінде жаңа гүл шашып келе жатқан бақшадай жанып тұрған жас құмыр сөнді. Алла рахмат тілесін. Жұма күні халық көп жиналып, жаназа оқып, көкен моласы деген зиратқа апарып қойды. Ғали жан тәсілім қылғаннан бері Жамал ессіз болып жатқан еді. Нағашлары да үлкен уайым қылып, бір сапар бізге мұндай жұмысты болып келгенде бейшаралар бүйтіп қалды, қолымыздан өлтірген секілді болдық-ау деп, өздері ақылдасып естіртіп, хабар айтуға кісі жіберді. Хабаршылар Ғалидің үйіне, Жамалдың үйіне кісі салып естіртті. Екеуінің де ата-аналары қағазға жазып, келтіре алмастай жылап, зарлап, қайғыланып, дұшпандары сол дәрежеде табалап шатыланған еді. Көп тоқтамай Ғалидің ата-анасы Жамалдың шешесі қасына жолдастар алып, аянышты өлім болған жерге жетті. Келісімен жылап сықтап, зиратқа барып мауқым басып, ауылға келді. Жамал бейшара аз күннің ішінде сүзектен тұрған кісідей болып, келген ата-аналармен жылап көрсуге де халі келмеді. Жамалдың шешесі: жылама балам, бақытсыздығыңнан көр, Құдай жазбаған обалың бізде екен. Әуелде қазақшылық қылмасақ, мұндай іске себеп болған секілді болар ма едік? Тентек қалсаң да теңіңді тауып едің, Алла лайық көрмеген соң, жылағаныңмен не өнет деп, бір сыпыра насихат айтты. Ғалидің шешесі де жылап: қарағым, Ғалижан мен Жамалжан қашан елдің сөзінен құтылып, оң жағымды қарайтып отырар деуші едім. Ол тілегіме Құдай жеткізбет деп, сөздің аяғын бітіре алмай, еңкілдеп жылап жіберді. Бұлар 3 күн қонып қайтатын күні Ғалидің зиратына дұға қылмақшы болып келген еді. Молда Құран оқып болған соң, Жамал Ғалидің қабірінің басын құшақтап отырып, көзінен жас ағызып сөйледі: Ғали, Ғали, бақытсыз Жамалың қасыңа келіп тұр. Алла тағала маған сенің қабіріңді көрсеткенше, мен алғаны жақсы болатын еді. Бірақ бұйрықсыз жан шықпайды екен. Дүниеде бірге рахат ғұмыр өткеремін. Ғали тұрғанда еш жаманға қор болмаймын дегенім тәкаппарлық екен. Алла қабыл етпеді. Үмітім кесілді, Ғали. Қып-қызыл шоқтың ішіне тастап, алыс сапарға жөнелдің. Өзің үшін қайырлы болсын. Мен сорлың, кеудемде шыбын жаным барда, сені ұмытпаспын. Дүниеде патшаның баласы болса да, саған теңгермеспін. Қош жаным, Ғали. Бір мен үшін мейірбан ата-анаңды да көре алмай, қолдарынан топырақ салғыза алмай кеттің. Кеш жаным. Алла тағала ақиретте қосылуға несіп етсін. Сол уақытта ғана көрген қасіретім бір сағаттай болмай ұмытылар. Мен сорлың, опасыз дүниеде қонақтай алмай адасып қалдым. Қош жаным. Қош деп Жамал талып кетті. Зират басындағы халық Жамалға су бүркіп, кішкене тәуір болған соң алып қайтты. Сонда да Жамалдың есі бүтін көрмей,
әлденендей мағынасыз сөздер сөйлеп келе жатты. Зираттан қайтқан соң бабасының үйіне келіп, енді жолаушылар қайтпақшы болды. Ғалидың ата-анасы үйіне кетіп, Жамалдың шешесі Жамалды өз үйіне алып қайтты. Жамал үйіне келіп тұрған соң күннен күнге уайым қайғысы артып, жаман болып, адам баласы аярлықтай жүдеді. Байжандар істің ақыры мұндайға айналған соң, енді қайда барар дейсің деп, дауды да көп қозғамай тыныш жата бер. Жамал өз үйінде бір ай тұрғаннан кейін, Байжанға да, Сәрсенбайға да бірдей көлденең ағайындар дәлелет қылып Байжанға: енді келініңізді алдырыңыз, пәлен түгендігін кек қылмаңыз. Әуелден хеш кінәңіз болмаған соң, Алла тағала жақ болып, ақыры мұндай болды ғой деп, һәм Сәрсенбайға да: енді сіз де балаңызды әуелі разы болған жеріңізге беріңіз деп насихат айтты. Бұл сөзге екі жағы да разы болды. Шолпан қызынан сұрады: қарағым Жамал, жұртынандай деп жатыр, енді қайтеміз деп. Жамал: апа, енді мен үшін жаманатты болмаңыз. Маған енді Ғали болмаған соң бәрібір. Суға батырып отқа жандырса да, ықтияр бере беріңдер. Алла тағала менің маңдайымды ашайын десе, Ғалиді мұндай қылмас ет деп қасіреттеніп, мұңлы дауыспен жауап берді. Жұман мырза Жамалды өзі келіп алуды намыс көрген соң, Байжанның қатыны келіп алып кетті. Бір күндерде Жамал кәміл бақытты бір қыз болып, жұрттың аузына ілігіп, құрбысының алды болып жарқылдап жүрген дәрежеден түсіп, ақырында мұндай қадірсіз, мұндай кемшілікке душар болып, барымтаға түскен малдай біреуден біреу алып жүргенін көрген халықтан Жамалды аямаған жан қалмады. Жиын тойда болғанда көрге қонған аққудай көрінетін Жамалды енді көрген кісі танымай қалатын болды. Жамалды Байжан үйіне келтіргеннен кейін болыс арқылы қағаз жазып ұлыққа білдірді. Құдай қазасы болып Ғали Дүйсебек баласы опат болғаннан кейін билердің үкімі бойынша ата-анасы Жамалды алып келді. Жамал да енді бұрынғы күйеуіме тазамын деп қол қойып подписка берді. Жамал болып, енді екі тарапымыздың да бір-бірімізден сұрайтын хақымыз, дауымыз жоқ деген соң, күллі бұл іс хақындағы ғарыздар отказ деп начальниктен хабар келді. Бұл оқиғалар тамам болғанда октябрь жұлдызы жетіп, жұрт қыстауларына кіре бастаған еді. Жамалдың хеш уақыт ойынан Ғали кетпей, бір минут көңіл ашып, езу тартып күлмеуші еді. Ешкіммен сөйлеспей, сөйлеген кісінің сөзін ұқпай, я естімей, бір түрлі диуана кісідей болып жүрді. Жұман ерегісіп, бұрынғыларын алдына келтірем дегенсіп, не сөйлесе ұрсып, боқтап сөйлеп, бағзы уақытты түртіп түйіп қалып, қорлап жүрді. Байжан мен қатыны Жамалды шын ықыласымен жақсы көрмей, баласына ақыл айтып, көп тоқтатпаушы еді. Жамалдың үстіндегі киімі бек нашар болып, бағзы уақытта көздерінің алды көгеріпті қалып жүргенде, Жамал бейшара кісі көзіне көрінгенде жерге кіріп кете жаздаушы еді. Соңғы күндерді Жұманға ақыл айтушылар да болып, һәм Байжанның өзі де, енді балам жетер, қашқан жауға қатын ер деп көп қоқақтай берме десе де құлағына кірмеді. Жамалға жан ашып көріне болсатын кісі болмай, жалғыз қолынан келгені оңашада зарланып, жылау ғана еді. Осылай қыстың бір-екі айы өтті. Жамалдың көрген қорлық кемшілігін мұсылман баласына бермесін деп, айтарлыққа лайық болып, тұрса аяққа, отырса басқа ұратын болды. Нендей ұрып соғып қинаса да, Жамал бір сөз қарсы айтып көрген жоқ еді. Бір күні Жұман тағы да бір себепсіз боқтаған соң, Жамал шыдай алмай, мені өлтіретін болсаң бір жола өлтір, әйтпесе өзі күйіп жүрген жанымды күйдірме деді. Жұман мына сөзді ести салып, я сенің сүйіп болған байыңның күйігі басылмай жүр екен ғой, мен сенің күйігіңді басайын деп, сол жерде тұра салып кеудеге тепкілеп, Жамалды талдырып тасты. Бұлардың үстіне Жұманның шешесі келіп, айырып алып, Жұманды ұрсып, енді сен кісі өлтіремісің деп үйден шығарып жіберді. Жамал бір сағаттан кейін есін жиған соң, ақырға ақылын жиып, мен бүйтіп жүріп тіршілік қыла алмайды екем. Мұнанда бұл иттің қолынан өлгенше басқа жаққа кетіп өлейін деп ойлады. Жамалдың бармақшы болып ойлағаны қаладағы Фатихолла бай еді. Әйтеуір онда жетсем біреудің самауырын қайнатып, қызметін қылсам да қор болып, халық көзіне көрінбес едім деп, осылай ойлап жүргенде күн де батып, түн болып елде жатты. Жамалдың бұл ойлағанына қарай, осы түні Байжанның ертеулі аты таң асып тұрған еді. Жылырақ киім киініп, ептеп шығып, Жамал әлгі атқа мініп үлкен жолмен
Құтқардың ба, я Құдай деп жөнелді. Жамалдың ісі әуелде теріске басып келе жатқанмен, бұл сапарда істің сәтті болмайтұғын белгісі көріне бастады. Жамал шыққан уақытта азырақ жаяу борасын бар еді. Жамал 20 шақырым шыққан уақытта боран көтеріліп, жол көрінбей бастады. Бара-бара боран әбден күшейіп, алды-артын орап алды. Қорқыныштың не екенін, һәм жан рахатын ұмытқан Жамалдың ойында Ғали ғана болып келе жатқан уақытта аты бір жерге келіп тұрып қалды. Сол уақытта ғана байқаса, ат алда қашан жолдан шығып, бір қалың омбы қарға тоқтаған екен. Атты кейін бұрайын десе, екі қолы қатып қалып, тізгінді ұстауға келмей, тоңып, һәм күллі денесінің қалтырағанын сезді. Жамал бар күшін жинап алып, атын бұрып жүрген болып еді, еш нәрсе көрінбей, жол табылмайтын болды. Осылай адасып түн ортасына шейін жүріп, өзі әбден жаурап, не болғанын білмеске айналды. Тым болмаса аттан түсіп, жаяу жүрсем, жылынар мекем деп түсіп жүріп көріп еді, қалың қарға жығылып тұрып жүре алмай, бір жерге келіп бір жола құлады. Күндізінде мініліп жүріп, түнде һәм болдырған ат Жамалдың қасынан ұзамай тұрып қалды. Жамал да жан ұшырып, тұла бойы қызып бара жатқан секілді болып, үстіндегі киімдерін һәр жерге шешіп лақтырып, бар даусымен: «Ғали! Ғали! Қиналдым, жаным! Қайдасың?» деп, ақырғы тіршілігінің минуты осы болып, бір оязда елге әңгіме болған сұлу Жамал, мақсатына жете алмай жапан далада, декабрьдің рақымсыз боранды түнінде жан тәсілім қылды. Боран Жамал үшін ғана болғандай таңертең ашылып, Жамал бейшарада жолдан жарты шақырым ғана жатыр еді. Сәске кезінде қаладан келе жатқан 5-6 жолаушы әлгі жерге жақындағанда, жол үстінде қалтайып тұрған бір ерттеулі атты көріп, бұрылып келіп шүбәланып, мұның есі қайда екен деп, жан-жаққа аттың ізімен жүріп іздегенде, Жамалдың үстінен түсті. Көрсе, бір әйел адам қасында шашылып жатқан киім. Сол жерде жолдастарының бірін жақын жердегі ауылға шаптырып, өздері күтіп тұрды. Бұлар қарап тұрмай, бұл кім екен, не қылған адам екен деп, тани алмай тұрғанда біреуі, мұның қалтасында не бар екен деп, шапанның қалтасына қол салғанда, қарындашпен жазылған бір қағаз шық. Оқып көрсе, бұл Байжанның келіні Жамал екен. Бұл қағазға Ғалиді жоқтап, һәм басына келген зарын жазған екен. Елден кісі келіп, Жамалды Байжандарға апарып берген соң, ертеңіне бауырын суық қара жерге тапсырды. Манағы Жамалдың қалтасынан шыққан қағазды жолаушылар өздері оқып, һәм солай деп мәнісін айтып, елдеріне таратқан еді. Сондағы Жамалдың Байжанның үйінде жазып жүрген зары мынау екен: «Қыздың құны 5 байтал сатылып кетті базарға. Басымнан кешкен уақиға емес пе лайық жазарға. Жанашыған шахбазлар ала жүрсін назарға. Рақимлы пенде ғаріпке нақақтан ор ғазарма. Мехрибәнлі атамыз қарамай берді ажарға. Теңіне барған қыз болса, мен де жүдеп азар. Көрмеді Алла лайық Ғали сынды сабазға. Көрген түстей күн өтті, болған соң солай азалды. Қуанышыңды көрсетіп, тартқызған қайғы жазаңда, қараңғыда қалдым мен, шамшырақ сөнген заманда. Ғалидан қалып не болдым, жетпеді менің қазамда. Ішіме түсті ыстық дер, қайнаған судай қазанда. Бұзылды күлкі, түнгі ұйқы, тілеймін хақтан азанда. Мақшар күні болғанда, қосуға Алла жазар ма? Арасында екі оттың, мені Алла қор еттің. Ғариптің көңілін мұңайтып, дұшпанды шадылы зор еттің. Алтын гауһар асылды, жерге көміп жоқ еттің. Аспахани қылышты, жастып фәлші бор еттің. Жамал қыздың дауы деп, саумал көл басын топ еттің. Рахматтың мол құдайым, масқара мұнша неге еттің? Тотығыс едім бақшада, қарағұсқа жем еттің. Хан қызындай басымды бір жаманға тең еттің. Ботасыз нардай боздатып, мінеки мені еңіреттің. Қаһарыңды жіберіп, тең құрбымнан кем еттің. Мұндай зарлы Ғали жоқ, ісіне көндім құдіретті. Петропавл, 1910 жыл.